Балалар, қазақ тілі сабағы. Қазақ тілі сабағында оқылатын ортақ тақырып уақыт. Бөлімше түбірлес сөздер. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты жас атауларын өсу ретіне қарай жазасың, түбірлес сөздерді ажырата аласың және түбір сөзге түбірлес сөз құрауды үйренесің. Ендеше балалар, кешегі оқу мақсатын есімізге түсірейік. Яғни біз не туралы оқып едік? Иә балалар, туынды сөз деген не екен үйренгенбіз. Ендеше ең бірінші туынды сөз дегеніміз не екен? Ол түбір сөзге жұрнақ жалғау арқылы жасалған сөзді туынды сөз деп атайтынбыз, иә? Ал түбір дегеніміз не? Түбір ол сөздің ары қарай бөлшектеуге келмейтін лексикалық мағынасын сақтаған бөлігін айтатынбыз. Балалар, біз ереже есімізге түссе, ендеше дәптерімізді ашып, бүгінгі күн атауын жазамыз. 17 қараша, оқу тапсырмалары, Р әрпінің бас әрпін және кіші әрпін каллиграфиялық сәтке барлық талаптарды сақтай отырып жазамыз. Жазып болсақ, балалар, енді назар аударайық. Өнер, өнерлі, өнерпаз деген 3 сөз берілген. Бұл 3 сөздің түбір сөзін ажыратып көрейікші. Не байқап тұрсыңдар? Иә балалар, бұл 3 сөзде де түбір сөзі өнер деген екен. Яғни өнер деген сөз лі деген жұрнақ жалғану арқылы өнерлі деген жаңа сөз туындады. Және өнер деген түбір сөзге паз деген жұрнақ жалғану арқылы өнерпаз деген жаңа сөз туындады. Яғни бүгінгі сабағымызда осындай сөздерді қалай атайды екенбіз? Осы туралы бүгін үйренеміз. Ендеше балалар, бүгін біз түбірлес сөздер дегеніміз не екен өтеміз. Түбірлес сөздер дегеніміз бір түбірден тараған сөздерді түбірлес сөздер деп атайды екенбіз. Мысалы, біл, білім, білімді, білгіш. Бұл сөздердегі түбір сөз біл, яғни біл деген түбір сөзге бірнеше жұрнақ жалғану арқылы жаңадан туынды сөздер туындап тұр. Яғни түбірлес сөздер жасалу үшін балалар тек қана жұрнақ жалғанады екен. Осыны ескеруіміз керек. Жақсы балалар, яғни ереже дәптерге жазып, ережені жаттауды ұмытпаңдар. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызда орындалатын оқу тапсырмамыз. Оқулығымыздың 84 бетінде 23 жаттығу. Бұл жерде жас атаулары берілген. Осы жас атауларын өсу ретіне қарай жүйелеп жазып, және осы жердегі түбірлес сөздерді табуымыз қажет екен. Бұл тапсырмадағы ескерілетін дескриптор жас атауларын өсу ретіне қарай жүйелеп жазады, түбірлес сөздерді табады, сауатты жазады және көркем жазады. Жақсы балалар, бұл тапсырманы орындап болсақ, келесі оқу тапсырмамыз оқулығымыздың 84 бетінде 25 жаттығу. Бұл жерде балалар оқу, оқушы, оқулық, оқуға деген 4 сөз берілген. Яғни бұл жердегі түбірлес сөздерді тап, қай сөз түбірлес сөздер тобына жатпайды, неліктен себебін дәлелдеп көр. Балалар, бұл тапсырманы ойланып көрейік. Жақсы балалар, тапсырманы ойланып, жауабын енді сәйкестендіріп көр. Яғни бұл жерде оқу деген түбір сөзге оқушы, оқулық деген түбірлес сөздер жасалып тұр екен. Ал түбірлес сөздер тобына жатпайтын оқуға деген сөз екен. Неліктен? Себебі балалар, бұл жерде ға деген жалғау жалғанып тұр екен. Қосымшаның егерде жалғау жалғанатын болса, ол түбірлес сөзге жатпайды. Ал жалғаудың қызметін білеміз. Ол сөз бен сөзді байланыстыру кезінде жалғанатын қосымшаны айтамыз екен. Ендеше балалар, бұл тапсырманы орындау арқылы біз нені ұқтық? Иә балалар,
Бұл тапсырманы орындау арқылы түбірлес сөздер болу үшін тек қана қосымшаның жұрнағы жалғану керек екен. Сонда ғана олар түбірлес сөздер болады екен. Жақсы балалар, келесі тапсырма бала, кітап, су деген түбір сөздер берілген. Осы түбір сөздерден түбірлес сөздер жасап көрейік. Яғни түбірлес сөздер жазамыз. Бұл тапсырманың дескрипторы, яғни бірінші түбірлес сөзді жазады, екінші түбірлес сөзді жазады, сауатты жазады, көркем жазады. Яғни бұл тапсырмада үш сөзге, әр сөзге кем дегенде екі түбірлес сөз жазуымыз қажет екен. Балалар, тапсырма түсінікті болса, яғни сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабағымызда ұсынылған кері байланыс үш леп белгісі, яғни маған бәрі түсінікті болды, себебін жазамыз. Бір леп белгісі сұрақ белгісі, әлде де сұрақтарым бар, себебін жазамыз. Сұрақ белгісі, яғни әлде де қолдауды қажет етемін. Міндетті түрде себебін жазамыз. Әлде де нені түсінбей жатқанды анықтап балалар жазып жібереміз. Бүгінгі сабақ түсінікті болса балалар, келесі сабаққа дайындала қойыңдар. Сабағымыз аяқталды.